Құрметті тыңдармандар, бұл дұрыс сөйлейік атты бағдарламалар циклы. Біз алдыңғы сабақтарда сөз бедері жайлы айттық. Бұл жолы енді бұны сала-сала жік-жік бойынша тоқталып жатырмыз. Енді бұл жолы ғылыми тілдің сөз бедері жайлы айтпақпыз, Анар ханым. Рахмет, Самат. Ғылыми тілдің сөз бедері туралы айтудың қаншалықты қажеті бар деп ойлап қалуы мүмкін. Біздің тілді жаңадан үйреніп жүрген тыңдармандарымыз әрине ойлары дұрыс, дегенмен де ол кісілердің күнделікті тұрмысында, тіпті сол қазақ тілін үйренем деп барған мекемесі болсын, оқу орны болсын, немесе жеке оқытушысы болсын, сол қарым-қатынаста сөйлегенде міндетті түрде ғылыми тілдегі сөз қолданыстар болады, ғылыми тілдегі мәтіндер болады. Сондықтан бұл кісілерге біздің бүгінгі сабақтың пайдасы тиіп қалар. Енді ғылыми тілдің сөз бедері туралы айтқан кезде бірақ нәрсені ерекшелеп айту керек. Ол ғылыми шығармадағы заттардың, ұғымдардың, түсініктердің атаулары неғұрлым объективті түрде және сол зат, ұғым, түсінік туралы санадағы пайымдаулар беріледі. Енді біздің сөзіміз кішкене ауырлау болып кетті, оны түсіндіру үшін бір қарапайым мысал келтірейік. Мысалы, ай. Аспандағы ай. Ай десек, басқа қарым-қатынастарда, мысалы, публицистикалық қарым-қатынаста сөйлеу стилі жүзеге асатын әлеуметтік тұрмыстық қарым-қатынаста аспандағы ай, жарық ай, жаңа туған ай деп айтамыз, Ал біз егер ай деген сөзге ғылыми стильде анықтама беретін болсақ, ол жердің ең жақын жасанды серігі дейміз. Жасанды серігі ғаламшар деп айтамыз. Ғаламшардың серігі. Осындай байқасаңыз, айға қатысты біздің берген мәтіндеріміз екі түрлі. Екіншісінде сол ақиқат дүниедегі объекті туралы осы күнге дейінгі адам баласының танымы беріліп тұр. Айға қатысты айдың жасанды серігі екенін танығанын беріп тұр. Яғни санадағы пайымдауларды беріп тұрмыз. Санадағы сол ай туралы біздің түсінігімізді беріп тұрмыз. Тағы да бір мысал. Біздің ғимараттың алдында қайың өсіп тұр. Дегендегі қайың, ол ақиқат дүниедегі әйтеуір бір бар нәрсе. Ал енді сол қайың туралы биолог ғалымдардың түсінігі осы ғылыми дискурста беріледі. Онда ол қалай айтуы мүмкін? Ағаш тұқымдастарына, оның ішіндегі қайыңдар отрядына жататын, жалпақ жапырақты ағаштар класына жататын, осындай аймақтарда өсетін ағаштың, өсімдіктің түрі, немесе көп жылдық өсімдіктің түрі деп аталады. Міне осы ақиқат дүние туралы, сол ақиқат дүниенің объектісі туралы адам баласының танымын ғылыми ауызша сөзде біз қолданамыз. Енді бір ескерте кететін, мысалы, егер сіз ғылыми тілде ауызша формада бір мәтін дайындайтын болсаңыз, сөйлейтін болсаңыз, баяндама жасайтын болсаңыз, бір ұғымды түсіндіретін болсаңыз, әртүрлі жағдаяттар болады. Баяндамасыз да, мысалы, әріптестердің арасында бір пікір алмасу болып қалса ауызша түрде, сондай кезде мынау сөйлеу стилінің элементтерін көп қосып жіберуден сақ болу керек. Мысалы, пікірталастарда бұған қатысты біздің ойымыз осындай деп айту керек, ғылыми стилде, ауызша тілде. Ал енді сөйлеу стилінде сіз осы ойыңызды қалай жеткізер едіңіз? Бұған қатысты біздің пікіріміз осындай дегенді сіз сөйлеу стилінде бұлай бермейсіз ғой. Менің ойымша осылай дейсің. Менің ойымша осылай, немесе олай емес, ол былай дейсіз, Жалпақ тілде. Осы менікі дұрыс дейсіз. Міне осындай өзінің ерекшелігі болады, бірақ негізгі ғылыми стильдің бедері туралы айтқанда біз нақтылық туралы айтамыз. Санадан тыс объективті дүниенің нысандарына қатысты адамның санымындағы пайымдауларды айтамыз. Түсінікті. Рахмет сізге. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.